Мұхтар Әуезов заманымыздың заңғар жазушы, драматург. Қазақ әдебиетін әлемдік деңгейге көтерген. Мен оқырман ретінде Абай жолы роман эпопеясын Мұхтар Әуезов әлемдік деңгейге осы шығармасы арқылы көтерді. Бұл жерде жалпы қазақ халқының болмыс бітімі, құндылығы, тарихы, салт дәстүрі, отбасылық қарым-қатынас, әке мен баланың қарым-қатынасы туралы үлкен тәлімдік, танымдық дүние жатыр. Қазіргі 21 ғасырда біз осы шығарма арқылы өзіміздің ата-бабамыздың жолы, жаңағы ел билеу, отбасылық сыйластықты үйренеміз, тәлім аламыз. Осы шығарма арқылы шығарманың танымдық дүниесі өте мол. Мұхтар Әуезов жаңағы драматург ретінде өте әйел тағдырын, қайғысын керемет суреттеген жазушы. Жаңағы қараш-қараш драмалық шығармалары, Қорғансыздың күні, Жетім, Қаралы сұлу, тағы басқа толып жатыр. Оның ішінде Қорғансыздың күнінде жаңағы бейкүнә жазықсыз қыздың тағдыры суреттеледі. Бізде енді жақсы дәстүр бар, жолаушылар, мысалы қазақ келген қонақты күтеді, жолаушыларға дәм береміз, бірақ соны арамдық, нашар ниетті адамдардың пайдаланған суреттеледі. Қыстың күні жаңағы бір үйге, ол үйде соқыр әжесімен қыз бала тұрады. Сосын жолаушы тамағын ішіп, демалып, жаңағы екеуінің сондай екі әйел адам ғана бар екен білген кезде, қыздың артынан бірге шығып, оған қорлық жасайды, зорлық жасайды. Соны көтер алмаған жас қыз әкесінің зиратының басына барып, моланы құшақтап қайтыс болады. Өте аянышты шығарма. Бізге ол шығарма арқылы қазіргі заманда да үлкен қайғылы дүниелер болып жатыр. Бұл шығарма арқылы жақсы жаманды айыра білу керек. Адамдардың бәрі өзің ойлағандай ақ емес, ақ-қараны айыра білу үшін көркем шығармалардағы кейіпкерлердің оқып білуіміз керек. Қазір сақтану үшін де жалпы үлкен тәрбиелік мәні бар. Барлық жағы, мысалы жақсылықты айттық, осыған оқыттық, солай болады емес, ішкі адамның ниетінің бұзылуы қазіргі заманда да болып жатыр. Жаңағы шығармада сол суреттеледі. Мен Мұхтар Әуезов әрине қазақ әдебиетін әлемдік деңгейге көтерді, ұлы жазушы, шығармалары керемет. Бұл кісі жан-жақты адам болған екен. Мен өзім жаңағы Аңыз адам журналын жаздырып оқыдым. Сол кезде мынандай тың ақпарат, әдебиетте жоқ ақпаратты оқыдым. Бұл кісі футбол командасында, қазақтың ұлттық футбол командасында қатысқан, футболист болған, ұлттық құрамада мүше болған екен. Сосын тағы бір қызықты дүниесі, Шайрар Жиенқұлованың естелігі, ол кісі жаңағы би курсына жазылып келеді. Мұхтар Әуезов ол кезде жаңағы аты әлемге белгілі кезі, аты шыққан кезі, сонда айтыпты, би курсына келеді жазылуға. Сосын айтқан екен, Мұқа, сіздің атыңыз әлемге дардай ұлы жазушысы, сізге бидің керегі не десе, адам бар жағынан сұлу, әдемі болу, сымбатты болу керек деп айтқан екен. Сондықтан Мұхтар Әуезовті оқу бұл біздің азаматтық парызымыз, білуіміз керек. Біздің ұлттық құндылықтарды оқу ол бізге міндет.